Алыстағы ағайынның арызы аяқсыз қалмады. Батыс Қазақстан облысының Бөкей Ордасы ауданындағы 200 жылдық тарихы бар мектепті күрделі жөндеу ісіне депутаттар араласты. Өйткені жұмыс уақытылы аяқталмаған соң балалар мәдениет үйі мен қонақ үйлерде сабақ оқып жүр. Халық қалаулылары енді бұл мәселені өз бақылауына алды. Былтыр өңірде күрделі жөндеу жүргізіліп жатқан 12 мектепте қоңырау соғылмады. Соның бірі Қазақ даласындағы тұңғыш білім ордасы, Бөкей Ордасы ауданындағы Жәңгірхан мектебі. Кірпіші үгітіліп, іргетасы мүжілген ғимарат әлі жөнделіп жатыр. Сол кезде шенеуніктер жұмыс жоспарға сай деп сендірген еді. Мердігерді анықтадық. Жұмыстар өте баяу жүргендіктен осы жылға ауысты. Бөкей Орда Жәңгірхан мектебі талон бойынша 1 ноябрьде біту керек жұмыстары. Мектепсіз қалған балалар аудандық мәдениет үйінің сахнасында сабақ оқуға мәжбүр болды. Тұрғындар бұл мәселені шешу үшін депутаттардан көмек сұрады. Ауылымыздағы 200 жылға жуық тарихы бар Жәңгір мектебінің күрделі жөндеу жұмыстары 2 жылға жалғасуда. Бірнеше мердігерлер ауысып, мердігерлермен сот процестері әлі жүруде. 500-ге жуық мектеп оқушысын мектепсіз тентіретіп қою кімнің жауапкершілігіне? Депутаттар мектеп құрылысы мәселесін көтеріп, оны бақылауға алды. Балаларды сол ордадағы қонақ үйлерге жатқызып оқытты. Қонақ үйде біз еліміздің болашағын тәрбиелеп, соларға білім беруге тырысқан. Міне сұрақыл. Осы нәрсені айттық, мәселе көтерілді. Мектепке аяқтай барамын, білім басқармаларының өкілдерін қасыма ертіп аламын, және тағы да толықтай қарайтын боламыз. Өйткені депутат айтты екен деп, ескерту айтылды екен, министрлік тапсырма берілді екен деп, асығыс жасауға болмайды бұл жұмысты. Жергілікті шенеуніктердің айтуынша, мектепті күрделі жөндеуге 376 миллион теңге қарастырылғанымен ақша түгел бөлінбеген. Bir қызығы қаржы бөлінген соңда мердігер жұмысын аяқтамаған. Сөйтіп құрылысшылармен соттасып жүргенде даулы мектепті жөндеу ісі бітуге жақындапты. 3 этажға көтерілетін баспаның кафелдеу жұмыстары қалып отыр. Сосын 1-ші қабаттың қабырғаларын сырлау жұмыстары қалып отыр. 2 мен 3-ші этаж толықтай дайын тұр, тек тазалық жұмыстары ғана қалып отыр ол жерде. Осы 1 шілдеге дейін негізгі жұмыстарын аяқтағаннан кейін өзіміздің әлі де ескертпелеріміз бар, түзеу керек жұмыстары. Соны ар жағында шілде айында түзеттіргізіп аяқтататын боламыз жұмысты. Басшылар мектеп жаңа оқу жылына дайын болады деп сендірді. Дегенмен депутаттар осы ауылға арнайы бармақ. Өйткені өңірде апатты күйдегі мектеп аз емес. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Орал.